Бүгін біз чипсидан салат жасаймыз. Ең бірінші чипсиді үгіту керек. Толығымен үгітіп алғаннан кейін шетін кесеміз. Так, үгітілді міне. Енді осы чипсидің ішіне қазір барлығын турап саламыз. Так. Ең бірінші қияр қосамыз. Қиярды турадық, қазір міне. Енді помидор тураймыз. Бір помидор жетеді. Көбірек қоссаңыздар да болады, бірақ чипсидің ішіне симай қалуы мүмкін. Төрт бұрышты турайсыздар. Міне помидорды турадық. Қазір осы чипсидің ішіне саламыз. Бізде жұмыртқаны тураймыз. Бұл піскен жұмыртқа. Төрт бұрышты турайсыздар. Жұмыртқаны турадық. Ал енді біздің чипсиға саламыз. Енді майонез саламыз. Майонездің орнына қаймақ салсаңыздар да болады. Міне. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Біздің көмекшіміз келіп алды қасымызға. Араласпаса, осылай қасықпен араластырсаңыздар да болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығып жатыр. Бүйтіп кішкене ракурсты бүйтіп әдемілеп алшы, иә. Егер дұрыс араласпаса, осылай қасықпен де араластырсаңыздар болады. Осылай әдемі болып шығады. Так, салатты дайындадық. Мені көмекшім де келіп алды қасыма. Міне қараңыздар, қандай болды. Так, дәмін көрейік, қалай болды екен. Қазір көреміз. Дәмді. Және тез дайындалады.